Не үшін басыңыз ауырған кезде цитрамон, темпалгин, спазмалгон, темпалгин сияқты препараттарды ішуге болмайды. Өйткені бұл препараттардың құрамында бірнеше дәрі болады. Цитрамонның өзінің құрамында 3 дәрі бар: аспирин, парацетамол, кофеин. Сіз вроде бір таблетка ішкен сияқты боласыз, бірақ ағзаға 3 дәрі түседі. Егер сіз бір айда 3 цитрамон ішсеңіз, ағзаға уже 9 таблетка түскен сияқты болады. Сондықтан бұл препараттар абузусная головная боль, яғни дәріден пайда болатын бас ауру шақырады. Және бұндай бас ауру басқа бас ауруға қараған кезде қиынырақ емделеді, ұзақ емделеді. Сол үшін, егер сіздің басыңыз ауыратын болса, бастапқыда парацетамол мен ибупрофеннен бастайсыздар. Егер бұл препараттар көмектеспесе, пожалуйста, құрамын оқимыз. Құрамында кетопрофен, немесе немесулит, немесе напроксен. Осындай препараттарды егер көмектеспей жатса, ауыстырып ішсеңіздер болады. Бірақ именно комбинированный препараттарды қолданбаңыздар. Және бас ауыратын жақындарыңызбен осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.